Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Санаулы күндерден соң 2025 және 2026 оқу жылын аяқтайтын боламыз. 2026 және 2027 оқу жылына дайындық жұмысын жүргізу мақсатында бүгін біз сіздермен ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізуді жөн санап отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, жылдағы дәстүр бойынша мемлекет тарапынан тағайындалған бір реттік мектеп формасына бөлінетін қаржылай көмек бойынша сөз жалғайтын боламыз. Яғни мектеп формасына тағайындалатын қаржылай көмек Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы 64-ші қаулысы негізінде тағайындалады. Бұл жаңағы 2008 жылғы 64-ші қаулыда нақты көрсетілген 5 санат бойынша берілетін болады. Өздеріңіз білетіндей, бірінші санат бізде АЭС алатын отбасылардан шыққан балаларға, екінші санат АЭС алмайтын, алайда күнкөріс деңгейі жан басына шаққанда төмен отбасылардан шыққан балаларына, сонымен қатар үшінші санат ол бізде жетім немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған отбасынан шыққан балаларға, төртінші санат төтенше жағдай салдарынан отбасының жағдайы қалпына келгенге дейінгі берілетін. Сонымен қатар бесінші санат білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесі, яғни алқалы басқару органы тағайындайтын отбасыларға берілетін болады. Аталған санаттар бойынша құжаттарды қабылдау ағымдағы жылдың 18 мамыры мен 25 мамыр аралығында жүргізілетін болады. Бесінші санат бойынша жаңағы қамқоршылық кеңесінің отырысы барлық білім беру ұйымдарында 29 мамыр күні өткізіледі. Өтініштер қабылданғаннан кейін бесінші санат бойынша, яғни сіздің бұл қаржылай көмекке ілінгеніңіз немесе ілінбегеніңізді сіз 30-31 мамыр күндері жаңағы өтінішіңіздің жауабы ретінде ала алатын боласыз. Яғни бесінші санатта бізде алқалы басқару органы қалай сіздерді айқындайды, яғни бұл бізде 64-ші қаулыда нақты көрсетілген бойынша материалдық тұрмыстық жаңағы акт жасалынатын болады үйлеріңізге. Осының негізінде отырыста бұның барлығы жан-жақты қаралатын болады. Сонымен қатар, құрметті ата-аналар, тағы да бір ескерте кететін жайт, ешқандай құжатқа жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына немесе жұмыспен қамту орталығына барудың қажеті жоқ. Сіздерге қажетті құжаттардың барлығы қолдарыңыздағы ұялы телефондарыңыздың Каспий KZ қосымшасында немесе жаңағы егов мобилді қосымшасында барлығы құжаттардың жаңағы электронды нұсқасын сіздер жүктеп, соны қағаз түрінде ұсына аласыздар. Сонымен қатар, аталған қаржыны алғаннан кейін бұл қаржының жұмсалғаны туралы, яғни балаға қатысты мектеп формасын немесе оқу құралдарын алғаныңызды растайтын жаңағы төлем чек қағаздарын білім беру ұйымына алып келіп өткізуге міндеттелесіз. Осы жерде, құрметті ата-аналар, тағы да бір ескертетін жайт, білім беру ұйымының басшысының атына өтініш жазған кезде көрінеу жалған ақпарат беруге болмайды. Яғни бұның барлығы заң аясында қаралатын болады. Жалған ақпарат беру бұл әкімшілік құқық бұзушылық болып табылатынын естеріңізге сала кетейік. Барлықтарыңызды оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы 3 ай демалыста балаларыңыздың қауіпсіздігіне баса назар аударуларыңызды сұраймыз. Бала қауіпсіздігі барлығымыздың ортақ міндетіміз. Судағы қауіпсіздік, тыйым салынған жерлерге бармау туралы, өрт қауіпсіздігі, таулы аймақтарға шыққан кездегі қауіпсіздік, бұл бойынша барлық білім беру ұйымдары бүгінгі таңда өздеріңізбен де балалармен де түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алайда мына 3 айдың ішінде біз сіздерден сұрайтынымыз айтылған ескертпелерге, тыйым салынған жаңағы аймақтарға барған кезде өте сақ болуды және де барлық баланың 2026-27 оқу жылында жақсы көңіл күймен оралуына біз шын жүректен тілектеспіз. Жоғарғы 11-ші сыныпты бітіруші түлектерге барлықтарына тек қана сәттілік тілейміз. Сіздер біздің еліміздің мерейісіздер. Біз сіздерге сенеміз. Алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, жақсы оқу орнына түсіп кетулеріңізге тілектеспіз.